Саламатсыздар ма, құрметті Авиценна көпсалалы медициналық колледжінің студенттері және біздің инста достары. Бүгін біз клиникалық пәндер кафедрасы сіздерге іс-әрекет алгоритмдерін әр станцияда көрсететін боламыз. Ең бірінші көрсететін іс-әрекет алгоритміміз коммуникативті дағдылар кезіндегі қарым-қатынасты орнату. Бірінші қадам алғашқы қатынасты қалыптастыру, яғни келген науқаспен амандасып, өз-өзімізді таныстырамыз. Мысалы, саламатсыз ба? Менің есімім Губеева Зейнеп Ермаханқызы, сіздің дәрігеріңіз боламын. Екінші, қолайлы тұлға аралық қашықтықты орнату, яғни дәрігер мен науқастың арасы 45 сантиметрден кем болмау керек, ал ұзақтығы 1 метр 20 сантиметрден кем болмауы керек. Үшінші қадам алда болатын медициналық манипуляциялар туралы хабарлау. Емшараны кім қандай мақсатта тағайындағанын түсіндіру, яғни науқасқа емделу керек па, диагноз қою керек па, болмаса операция жасау керек па, осыларды түсіндіреміз. Бұл манипуляциялар қайда, қанша уақытта өтетіндігін науқасқа түсіндіреміз. Төртінші, алда болатын медициналық манипуляциялар туралы науқастың ақпараттандыру деңгейін түсіндіру. Яғни, бұрын осыған ұқсас емшаралар науқас қабылдаған ба, қабылданса жағдайы нашарлады ма, жақсарды ма, қандай да бір тиімділікке қол жеткізді ма, осы туралы науқаспен сұхбат жүргізу. Бесінші қадам медициналық манипуляцияларды өткізу тәртібін, науқасқа бұл манипуляция қаншалықты керектігін және қауіпсіз екенін науқасқа түсіндіру. Емшара қандай түрде өтеді, қандай әдістермен емделеді, қандай препараттар қолданылады, мұның бәрін науқасқа түсіндіріп, осы әдістерді қолданған кезде ауырсыну, әлсіздену, жүрек айну, құсу болатын болса, науқастың өзін-өзі қалай ұстау керек екендігін түсіндіруіміз қажет. Алтыншы қадам емшараны өтуге науқастың дайындығын тексеру. Яғни, осы манипуляцияны өткізуге науқастың сұрақтары бар ма? Сұрақтар туындаса, қайтадан дәрігерге қою. Дәрігер қайтадан науқастан сұрау. Егер науқас жауап беру кезінде қиналатын болса, қайтадан емшара туралы науқасқа түсіндіру. Жетінші, науқаста жағымды психологиялық қарым-қатынас қалыптастыру. Яғни, науқасқа алда болатын емшараның өте тиімді болатының, оның сауығып кетуін, көңіл күйін жақсартуымыз керек. Сегізінші қадам вербалды немесе вербалды емес қарым-қатынас жасау. Яғни, даусының тембрін байыпты, дене қалпын бір қалыпта ұстауы, яғни дәрігердің науқасқа деген жанашырлығын көрсетеміз. Тоғызыншы, ақпаратты түсіндіру анықтығы. Біз науқасқа күрделі медициналық терминдерді қолданбаймыз. Науқасқа жалпақ тілде түсіндіреміз. Оныншы, әңгімелесуді аяқтауымыз керек. Әңгімелесуді белсенді түрде аяқтау керек. Науқас пен дәрігердің қатынасындағы науқастың әңгімелесуін біз мақтауымыз керек. Соңында біздің емшараға науқасымыздың дайын екендігіне ақпаратты алуымыз керек. Коммуникативті дағдыны бағалау клиникалық станцияларда 10 минуттан аспауы керек. Ал енді біздің инста достар, студенттер, мен кезекті екінші станцияға беремін. Добрый день, дорогие студенты! Сегодня преподаватели клинических дисциплин ознакомят вас с алгоритмами действий. Начали. Добрый день, дорогие студенты! Сегодня преподаватели клинических дисциплин Многопрофильного медицинского колледжа Авиценна ознакомят вас с алгоритмами действий для выпускников медицинских колледжей. Начнем с ознакомления первой станции. Станция номер 1.
Оценка коммуникативных навыков по разъяснению медицинских манипуляций. Шаг первый. Установить первоначальный контакт. Необходимо поприветствовать пациента, представиться, назвать фамилию, имя, отчество. Например, «Здравствуйте, я ваш лечащий врач Абдукадырова Роза Ергешевна». Шаг второй. Установить комфортную межличностную дистанцию. Выбор и соблюдение межличностной дистанции. Сесть на расстоянии не менее 45 см и не более 1 метра 20 см. Установить с пациентом зрительный контакт. Шаг третий. Уведомить о предстоящей медицинской манипуляции. Необходимо определить, кто назначил медицинскую манипуляцию, цель медицинской манипуляции, где и когда будет проводиться. Шаг четвертый. Выяснить уровень информированности пациента о предстоящей медицинской манипуляции. Спросить о предыдущем опыте. Проводилась ли ранее данная медицинская манипуляция. Спросить о подготовленности пациента к проведению данной медицинской манипуляции. Шаг пятый. Объяснить процедуру проведения медицинской манипуляции. Объяснить последовательность процедуры и как вести себя во время манипуляции. Предупредить о возможных неприятных ощущениях и подсказать, как себя правильно вести при этих ощущениях. Шаг шестой. Убедиться в готовности пациента пройти процедуру. Убедить в необходимости и безопасности данной процедуры. Спросить, готов ли пациент к проведению процедуры, есть ли вопросы по проведению процедуры, корректно ответить на все поставленные вопросы, озвучить необходимость и безопасность данной процедуры. Шаг седьмой. Создать доброжелательный психологический контакт. Спокойное поведение, вселить уверенность в благоприятный исход, доброжелательный и приветливый настрой. Шаг восьмой. Использовать оптимальные невербальные знаки общения. Спокойный тембр голоса, положение тела, плавные жесты, знаки одобрения и сочувствия. Шаг девятый. Ясность изложения информации. Речь должна быть грамотной, последовательной, логичной. Избегать использования медицинских терминов, двусмысленности и неопределенности. Шаг 10. Завершение беседы. Спросить больного о самочувствии, поблагодарить за участие в медицинской манипуляции и попрощаться с пациентом. Следующий черед станции номер 2.